I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Диана Скатова Америкада ақ келін атанды. Сүйінші, құрметті қосылайық көрермендері. Көптен күткен қуанышты сәт келіп жетті. Диана Скатова мен Сұлтан ресми түрде отбасын құрды. Бұл жаңалықты Сұлтан өзінің әлеуметтік желідегі ресми парақшасында жария етті. Жас жұптың отбасылық суреттерін көпшілікпен бөлісті. Сұлтан мен Диананың бұл маңызды қадамына қосылайық, бір болайық және сезім бағы жобаларының көрермендері ерекше қуанышпен жауап беріп, ақ тілектерін жаудырды. Неке қиылды ма, Диана ханым? Солай болса, құтты болсын. Бақытты болыңыздар. Бұйырса, Диана көп балалы ана болсын, деп жазды олар. Еске сала кетейік, сырғалым атанған Диана ханым біраз уақыт бұрын Америкада тұрып жатқан Сұлтанға арнайы сапармен барған болатын. Ол кезде Сұлтанның отбасы Диананы Алматыдан Нью-Йорк қаласына шығарып салған болатын. Ал Нью-Йорк әуежайында Сұлтан сүйіктісін өзі қарсы алып, ерекше ықылас білдірді. Міне, араға көп уақыт салмай-ақ қос ғашық ақш-та отбасын құрды. Бұл жаңалықты Сұлтанның өзі әлеуметтік желіде жариялап, көпшілікке сүйіншіледі. Асыға күткен сәт шындыққа айналды. Енді Сұлтан мен Диана ресми түрде ерлі-зайыптылар. Бейресми ақпаратқа сүйенсек, жас жұптың үйлену тойы да Америкада жоғары деңгейде өтеді деп күтілуде. Алайда тойға кімдердің шақырылатыны, соның ішінде қосылайық ұжымының шақырылмайтыны әзірге белгісіз. Айта кету керек, бұған дейін Сұлтанның жақын досы Ағлан мен Айлитаның да тойы шетелде өткен еді. Ол тойға санаулы ғана қонақтар қатысқан болатын. Сондықтан Сұлтан мен Диананың тойына да тек ең жақын жандар ғана қатысуы мүмкін деген болжам бар. Қалай болғанда да, біз сүйікті жұбымыз Сұлтан мен Диананы шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа өмірге қадам басқан екі жасқа бақыт, махаббат пен татулық тілейміз. Отбасылық өмірдегі әрбір күні шаттық пен сүйіспеншілікке толы болсын.